Каспий KZ'тегі магазинге жаңа тауарды қалай қосады? Каспий KZ'тегі магазинде сатуды бастау үшін тауарыңызды қосыңыз. Ол үшін Каспий Pay қосымшасында магазин сервисіне өтіп, тауарлар бөлімін таңдаңыз. Қосу деп басыңыз. Тексеріңіз, бәлкім мұндай тауар сатылымда бар шығар. Егер болмаса, оны өзіңіз қосыңыз. Қажетті санат пен брендті таңдаңыз. Тауардың атауы автоматты түрде жасақталады. Ол тауардың санаты, бренді және негізгі сипаттамалары туралы ақпаратты қамтиды. Фотосуреттерге қойылатын талаптармен танысып, ең көбі 15 суретті жүктеңіз. Карточкада бірінші сурет негізгі сурет болады. Бейнероликті де тіркей аласыз. Содан кейін негізгі сипаттамаларды көрсетіңіз. Тауардың артикулы автоматты түрде жасақталады. Сипаттаманы және қажет болған жағдайда қосымша жолдарды толтырыңыз. Бағасымен әр қоймадағы тауардың қалдығын енгізіңіз. Карточканың сатып алушыларға қалай көрсетілетінін тексеріңіз және тауарды Каспий KZ'тегі магазинге қосыңыз. 3 жұмыс күн ішінде жаңа карточка тексеруден өтіп, тауар тапсырыс беру үшін қолжетімді болады. Осылайша Каспий KZ'тегі магазинде тауарды сатуға оңай әрі жеңіл қоюға болады.